Бәріне сәлем достар. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, оңай, тез дайындалатын шайға пирог жасаймыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қарауларыңызды сұраймын, және де каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Бұл пирогтың құрамы қарапайым, өте оңай, тез дайындалады. Бізге ең алдымен 3 жұмыртқаны салып, жақсылап көпіртіп миксерлейміз, 2 есе ұлғайғанша. Қантты 2-ге бөліп саламыз, жақсылап ерігенше араластырамыз. Достар, айта кетерлік жайт, мен бұл пирогқа қаймақ қостым, яғни бұл қаймақ үйдегі қалған ашыған қаймақтар болатын. Егер ашыған қаймақтарыңыз болып жүрсе, тастауға асықпаңыздар. Осылай дәмді пирог жасауға болады. Сұйық майды және қаймақты салып, жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне разрыхлителді салып, оны електен өткізіп, оны да жақсылап миксерлейтін боламыз. Ендігі кезекте формамызға жайластырамыз. Оған дейін пешімізді қыздырып, 180 градуста 20-30 минутқа пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Ағаш шанышқының көмегімен көрсеңіздер болады, толық пісіп шығады, өте жұмсақ, дәмді болады. Ыстық күйінде де кеше беруге болады, өйткені арасы толық піскен, бір-біріне жабысып қалмайды. Ашыған қаймақтан дәл осындай пирогты дайындауға болады. Көтерілімі жақсы, дәмі де өте керемет және жұмсақ болады. Достар, рецепт пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар, және де өз достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.